Сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Сіздермен бүгін түрлі отырыстарда, той жиындарда дастарханның шырайын беріп жүрген тәтті бауырсақтардың рецебімен бөлісемін. Видеомды соңына дейін қарап пайдалы болса лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Барлық керек ингредиенттер описанияда толық көрсетілген. Ең алдымен жылы сүтімізді мискамызға құямыз. Одан кейін үстіне ашытқы салып, жақсылап араластырамыз. Ашытқы ең маңызды ингредиент. Ол толықтай еріп түсуі тиіс. Одан кейін үстіне қант, тұз, жұмыртқа және сұйық май қосып, барлығын тағы да араластырып аламыз. Егер тәттіні қаламасаңыз, қанттың мөлшерін аз салсаңыз болады. Дайын болғаннан кейін үстіне ұнымызды салып, венчиктің көмегімен осылай араластырамыз. Не себепті венчикпен араластырып жатырмын? Өйткені бірден ұн салғанда көп салып жіберуіңіз мүмкін. Ең алдымен осылай араластырып алып, одан кейін барып, қолымызбен жаймен қамыр илейміз. Қамырдың жұмсақ болуы біз үшін өте маңызды. Өйткені қалай қамырыңыз жұмсақ болады, сіздің бауырсақтарыңыз да өте жұмсақ, нәп-нәзік болып піседі. Ұнды артық көп қосып жібермеңіздер. Қамырыңыз қолға кішкене жабысуы қажет. Егер барлығын мен айтқандай жасайтын болсаңыз, бауырсақтарыңыз топ-томпақ, жұп-жұмсақ болып шығады. Қамырды илеп болғаннан кейін бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. Қамырымыз әбден көтерілуі қажет. Басында көтерілген қамырды 1-2 рет қайтарып қойсаңыз, одан да әдемі болып көтеріледі. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Өздеріңіз көріп тұрғандай, жұп-жұмсақ болып шыққан. Қамырды ұнның үстіне түсіріп аламыз. Одан кейін оны 4-5 бөлікке бөліп аламыз. Қамырды қатты мыжғылай берудің қажеті жоқ, өйткені басылып қалуы мүмкін. Қамырды бөліп алғаннан кейін бетін жауып, тағы да 10-15 минутқа қойып қойыңыз. Сол кезде бауырсақтарыңыз өте әдемі болып көтеріледі. Тағы да бір маңызды нәрсе, қамырды жайған кезде қатты қалың емес, қатты жұқа емес, орташа қылып жайған дұрыс. Өйткені жұқа қылсаңыз көтерілмей қалады, қалың қылсаңыз арасы дұрыс піспей қалады. Қамырдың қалыңдығы 1 сантиметрдей болуы қажет. Дөңгелек тәрізді кесіп алу үшін осындай кондитерлік магазиндерде арнайы сатылатын формаларды алсаңыздар болады, немесе үйдегі стаканмен кессеңіздер де болады. Видеодағыдай барлығын бірыңғай етіп кесіп аламыз. Қалған шетіндегі қамырларын қайтадан қайтарып, илеп қойсаңыздар, 15-20 минуттан кейін ол өз формасына қайта келеді. Одан кейін жұмсақ бауырсақтарды дайындай берсеңіздер болады. Егер сіздің қамырыңыз артық қалып жатса, тоңазытқышқа салып сақтауға болады. Қалаған уақытыңызда алдын ала шығарып қойып, пісіріп жей бересіздер. Сіздің қамырыңыз қаншалықты көтерілсе, бауырсақтарыңыз да соншалықты көтеріліп піседі. Сондықтан қамырдың жақсы көтерілуін қадағалаңыз. Бауырсақтарды міндетті түрде менің рецебіммен жасап көріңіздер. Сіздің кез келген қонағыңызға ұнайтынына мен кепілдік беремін. Енді дайындап қойған бауырсақтарымызды баяу отта пісіріп аламыз. Отымыз баяу болуы қажет, өйткені арасы піспей қалуы мүмкін. Бауырсақтарымыздың шетін сәл-сәл осылай тарту арқылы барлығын ыдысымызға майымыздың үстіне саламыз. Өздеріңіз байқағандай, бауырсақтарымыз бірден көтеріліп бастады.
бір беті қызарғаннан кейін екінші бетін аударып, барлығын тура осылай пісіріп аламыз. Бауырсақтарды тек қана осындай дөңгелек тәрізді етіп пісіру шарт емес, бірақ той жиындарға осылай пісірген әдем болып шығады. Ал егер үйіңізде пісіретін жағдайда өздеріңізге, отбасыңызға төрт бұрышты немесе басқа да формаға келтіріп пісірсеңіздер болады. Өте дәмді шыққанын сіздерге сөзбен айтып жеткізе алмаймын, сондықтан өздеріңіз міндетті түрде жасап көріңіздер достар, өкінбейсіздер. Видеомды соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Алдағы уақытта менен қандай рецепт күтесіздер, комментарийға қалдырып кетіңіздер. Сіздермен бірге міндетті түрде жасап көреміз. Ал енді видеоның соңында менің еңбегімді бағалап кетуді ұмытпаңыздар.